Саламатсыздар ма үйренушілер, кезекті сабағымызды бастаймыз. Яғни бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ол есептеу өрнектері және тапсырманы орындау операциясы. Енді өрнектерге тоқталар болсақ, өрнектер ол бір мән немесе әдетте бір мақсат орындалғаннан кейінгі жаңа мәнді білдіреді. Мысалға мына жерде біз а деген ол бір мән, мақсат орындалғаннан кейін а мен б-ның қосындысының нәтижесі ол да өрнек болып есептелінеді. Бұл жерде ең қарапайым мысал келтірдік әрине. Енді бұл жерде мына мысалды жазбасақ та белгілі, бұл түсінікті әңгіме, бірақ бұл жерде әрине ең алдымен а мен б-ның нәтижесін беріп сипаттауымыз керек, өйтпеген жағдайда қателік шығады. Есептеу өрнегі. Енді мысалы айнымалы мен тұрақтыда қолданылатын, ол жерде мектептен таныс қосу, алу, көбейту, бөлу және мына белгі бізге әрине бейтаныс. Бұл бізге қалдықты табуға мүмкіндік береді, ал қалдық мәселесі бізге ол мектептен де таныс. Енді осы есептеу операцияларынан тұратын құралған өрнек, ол өрнектер тобы ол есептеу өрнегі болып саналады. Мына жерде әрбір айнымалылар үшін қандай қолданылатыны көрініп тұр әрине. Енді есептеу өрнегіне ең алдымен алдыңғы есептеу өрнегіндегі мына төртеуіне мысал келтірейік. Онда мен мына жерге мысал жазып қоямын. Сондағы екі санды бөлу деп қойыппын. Ол үшін онда не деп бөлу. Бөлуді алатын болсақ, көрейік. Екі санды. Аны б-ға бөлген кезде қанша шығатынын көріп өткенде 5 шығады. 5 шығады. Енді мына жерде біз егер көбейту болса, ол 20 шығады. Ал қосу болса 12 шығады. Алу болса 8 шығады. Бізге бұл таныс және төрт өрнек. Енді біз соңғы өрнекке тоқталайық. Яғни қалдықты есептеу өрнегі. Бұл өрнек қалдықты есептеп береді. Яғни мысалға мына жерде 13-ті 10-ға бөлгендегі қалдық ол 3, 25-ті 100-ге бөлгенде қалдық 25, 25-ті 10-ға бөлгенде қалдық 5. Бұл бізге түсінікті. Бірақ бұл жерде ол бүтін сандар үшін арналған. Өйткені бөлшек сандардан қалдық болмайды ғой. Мына бөлшек сан бұлай істеуге болмайды. Мысалы 23,5 былай алуға болмайды ешқашан. Мысалы оң жақтағы мәнді сол жаққа, ол дейінгі біздегі операция ол меншіктеу операциясы. Бізге мына жерде қалдықты есептеу өрнегін көрдік. Енді меншіктеуді көрейік. Меншіктеу ол теңдік кәдімгі. Ол оң жақтағы мәнді сол жаққа беретін оператор. Яғни әдетте айнымалыда мысалы мынандай өрнектен есептеліп шыққан мәнді а-ға береді. Яғни оң жақтағы мәнді сол жаққа береді. Мысалы мына жерде б мен с-ның қосындысын мына жиында қолданғанда мысалы 0 элементке береді деген сияқты. Енді меншіктеуді түсіндіруде қиын өрнекті мәселелер болуы мүмкін. Ол қандай мәселелер? Бұл мәселелерге келуден бұрын біз жаңағы мынаны көріп өтейік. Бұл бізге бейтаныс болмау керек. Мына жерге барлығын жазып қойғам. Бізге керек емес. Көрейік. Көріп өткендей 13-ті 10-ға бөлгенде қалдық ол 3, 25-ті 100-ге бөлгенде қалдық 25, 125-ті 10-ға бөлгенде қалдық ол 5. Неден бөлшек қып қояйын, болады ма екен, мысалы 13,5. Ол кезде қателік шығады, бұл өйткені бүтін сандар үшін арналған. Қайтадан қалпына келтіре салайын. Енді жаңағы мына жерде мысалдар келтірдік. Мына жерде мысалы бұл анау жаңағы мысалымыз. Меншіктеудегі түсіндіруге қиын өрнектер. Бұл мысалы мынандай болған жағдайда а тең 10, б тең 2 болса, а тең а плюс б, немесе а тең а минус б, немесе а тең а көбейтілген б, немесе а тең а бөлінген б.
бұл жерде бұл қалай тең, мына жақта деген сияқты түсінік болмас. Мысалы алғашқыда жаңа, бұл енді программаны үйренген балалар үшін қатты қиындық болмайды, бірақ жаңа үйренген балалар үшін қиындық болуы мүмкін. Яғни аның мәні қалай өз сөзіне тең болады деген сұрақтарға туындауы мүмкін. Бұл амалды қалай жүзеге асатынын ең алдымен бір тоқталып өтейік. Ең алдымен аның мәнін есептеу регистріне жібереді, содан кейін б-ның мәнін де есептеу, екеуін бір уақытта есептеу регистріне жібереді. Сосын а мен б деген өрнек жұмыс атқарып, екі мәнді қосады. Яғни а мен б-ның мәнін қосады. Содан шыққан жаңа мәнді қосындысын аның жадысына береді. Яғни енді осының қосындысы ол аға берілді. Содан кейін аның мәні осы екеуісінің қосындысына тең болады. Біз нақты болған көз жеткізіп көрейік. Неден мен оны дайындап қойғам. Ең алдымен аға сипаттадық, б-ны сипаттадық, одан кейін а тең а плюс б дедік. Яғни екеуісінің қосындысын аға бердік. Содан кейін амыз қандай болып өзгерді екен көрейік. Амыз басында 10 болатын, қазір 12 болды. Бұл түсінікті. Енді көрейік оның астына еркен. Неде мысалдар екен. Енді тапсырманы орындау операциясы жаңағы соған тоқталып өтейік. Себебі бұл біздегі маңызды операциялардың бірі. Бұны жаңағы бұл өрнекті қысқарта былай жазуға болады. Мысалға а тең а плюс б-ны а плюс тең б дей салуға, немесе осылай қысқартып жазуға болады. Екеуі ұқсас бір-біріне пара-пар деуге болады. Мысалға алар болсақ, мынандай түр жаңағы мынандай жазылғанда біз бұны мынандай пара-пар түрінде жазуға болады. Әне бұл ыңғайлы, түсінікті болу үшін осылай жаңағы форма енгізілген. Мүмкіндігінше осылай жазуға тырысыңыздар. Енді мысалы мынерде мысал келтірген, а тең 10 б тең 2, ал мынау қанша болады деп. Біз оны көрейік. Нақты. Ерде мен оны жазып қойғам. Соны көшіре салайын. Көріп өткендей, а тең 10, б тең 2, ал мына өрнектің мәні қанша? Әне бұны біз ең алдымен пара-пар тұлғасына айландырып алайық. Бұл а тең болады а плюс одан кейін мынада артындағы өрнек б минус 1. Көріп өтетін болсақ, бұл бізге мүмкіндік береді. Яғни а дегеніміз ол қанша? 10 плюс б дегеніміз ол 2 минус 1. Бұл тең 2-ден 1-ді алсақ, 1, 10-ға 1-ді қоссақ, ол 11 болады. Көрейік, нәтиже қанша болады екен? Бізде қандай қателік туындап жатыр? Недегі мынауымыз дұрыс емес, әрине. Бұл басқа тек ағылшын символы болу керек. Көзіміз жетті, міне көргендей 11 болды нәтижеміз. Енді екінші мысалға келейік. Бірақ мына жерде ойлаңыздар, мынадегі өрнек мүмкіндікше жақшаға алынған дұрыс, себебі кейін шатасыздар. Мысалға көбейту болған жағдайда, онда мына жерде көбейту болған жағдайда ол басқа мән шығады. Мысалы мына жерде мен көбейтуге айландыра салайын. Енді көрсеңіздер қанша шығу керек? Мынадан алынған 1-ді көбейтіледі. Ол көбейтіледі. Яғни 10-ға 1 көбейтіледі. Ол оның өзі болу керек. Көрейік. Міне оның өзі. Ал егер мынада жақша болмаған жағдайда а мен б көбейтіліп кетеді де, ол басқа мәнді береді. Сондықтан мынада жақшаға алынған дұрыс.
қателіктен сақтану үшін әрине. Екінші мысалға тоқталайық. int a тең 10, b тең 2. Мына өрнектің нәтижесі қанша? Біз бұны және де көріп қойған сияқтымыз. Сөйде көріп өтейік. Бұл жерде қатты тоқталмаймыз. Өрнекті дайындап қойғам. Соны көшіре салайық. Міне өтілгенде бұны да жая салуға болады. А тең А көбейтілген жақша жасайық. Б плюс 3 деп. Бұл тең болады. А дегеніміз ол 10. 10-ға 10 жарайды жаза берейін. 10. Б дегеніміз ол 2. 2 қосылған 3. Сосын бұл 5. 20 болады. Көбейтейік. Ойдағыдай 50 шықты. Бұл түсінікті. Енді одан кейінгі мысалға тоқталайық. Оны және көріп кеткен болатынбыз. Енді n деген мысалы n-нің мән аумағы ол 100-ден 999-ға дейін болсын. Аралығындағы мән бір санды кіргізейік. Сол сандарды кер ретпен жазайық. Яғни 123 деп кіргізсек, ол жаңасы 321 деп жазылу керек. 542 деп жазсақ, 245 деп жазылу керек. Көрейік оны. Мен оны жазып қойғам. Мысалға, бұл жерде бұл біздің қалдыққа нақты мысал бола алады. Енді бұл қалай жүзеге асады? Мысалға, мына жерде берілген сан ол А деген сан. Көрейік, 221-ді кері айналдырып 122 деп жазу керек. Мысалға, жаңағы мысалды да жазуға болады. 1-2-3 деп. Ол 321-ге айналдырады. Бұл қалай жүзеге асады? Ең алдымен мына жерден жаңағы 100-ге бөлгенде қалдықты алсақ, ол 23-ті береді әрине. Ал 23-ті 10-ға қалдығын алсақ, ол 3-ті береді. Яғни бізге соңғы санға ие болдық. Енді біз сол бұдан сын алсақ, яғни 23-тен 3 алсақ 20 қалады. 20 қалады, оны 10-ға бөлсек 2 қалады. Яғни біз ие болдық мына жерде екінші мәнге. Енді бізге бірінші мән керек. Әрине бірінші мән ол бастапқы А деген нақты өзіміздің санымыздан бұны аламыз, 100-ге бөлгендегі қалдық. Бұл алсақ, яғни 123-тен 23-ті алсақ, ол 100 қалады. 100-ді 100-ге бөлсек 1 қалады. Яғни менерде 1 деген нәтижеге боламыз. Сосын 3 нәтижеге болып алдық. Енді біз оны қалай ретпен жасақ, өзіміз қалағанымызша. Мысалға, біз кер ретпен дедік, яғни ең соңғы кішік табылған 3-ті сыны 100-ге көбейтеміз, оған қосамыз, ортадағы 2-ні 10-ға көбейтеміз, ал соған сәйкесінде соңғысын 1-ге қосамыз және көбейтеміз. Соны ары қарай жалғастыра берейік. Енді мысалға басқа да сандар беруге болады, бұл түсінікті. Мысалға 453 дейік. Онда шығу керек бізге 354. Бұл түсінікті деп ойлаймын. Кезекті сабағымыз ең алдымен сәтке келейік. Бітті. Кезекті сабағымыз осымен аяқтасын. Кездескенше сау саламат болыңыздар.